Әлемде көмек көрсетуге бағытталған сан алуан мамандықтың түрлері бар. Солардың бірі менің мамандығым дефектология мамандығы. Дефектология ерекше мамандық деп атауға болады. Себебі дефектология әр саланы біріктіреді. Яғни дефектология жас мамандық. Ол бірден бірнеше ғылымның элементтерін біріктіреді. Яғни психология, медицина және арнайы және жалпы педагогиканың дамуымен байланысты. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздердің алдарыңызда мен Төрекелді Гүлсая Самұратқызы 1996 жылы 26 тамызда дүниеге келдім. Қазалы ауданындағы номері 266 мектеп-лицейдің оқушысы болып жүріп, 2014 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде дефектология мамандығын бітірдім. 2017 жылы Алматы қаласындағы номері 29 орыс тілді мектепте және номері 184 жалпы білім беретін қазақ мектебінде дефектолог маманы болып жұмыс атқардым. Қазіргі уақытта 276 орта мектепте дефектолог маманы болып жұмыс жасаймын. Яғни педагог модератор санатындағы дефектолог. 2021 жылы жол картасы аясындағы номер 296 орта мектепте инклюзивті қолдау кабинеті ашылған болатын. Менің кабинетімді тамашалауға шақырамын. Әр баланың бойындағы ерекше қабілетті ашу менің басты мақсатым деп білемін. Келесі міндеттерімнің бірі ерекше балалардың ата-аналары үшін адал дос және кеңесші болу. Бүгінгі таңда ерекше білім беруді қажет ететін балалардың ел қатарлы бірге оқып, бірге қоғамдық шараларға қатысуына үлкен мән беріліп отыр. Соның бірі инклюзивті білім беру жүйесі. Осы салада тек оқушылар мен ата-аналармен ғана емес, мұғалімдерге де әдістемелік көмек беру менің мақсаттарымның бірі. Педагогикалық психологиялық қолдау қызметі бойынша мұғалімдермен түрлі жұмыстар және әдістемелік көмектер көрсетіліп жатыр. Осы бағыт бойынша семинар, практикумдар және апталықтар ұйымдастырып отырамын. Ата-ана, мұғалім, мектеп мамандары болып бірлескен жұмыс жүргізу арқылы әр баланың дені сау, білімді болып қоғамда өз орнын табуға ықпал ету біздің басты парызымыз деп білемін. Үлкен еңбек пен төзімділікті талап ететін бұл мамандықтың ісі жауапкершілік пен мейірімділікке ұштасады. Мамандығымның қызығы мен қиындығы көп болса да, осы маман иесі болғаныма мақтанамын.